Қазақтың 7 қабат қорғаны болған қаласы. Көне Сауран, қазақтың қорғаны берік, алынбас қамалы. Әскери стратегиялық маңызы зор шаһары. Сол заманның озық технологияларын бойына сіңірген Сауран, жау әскері бірнеше ай бойы қоршауға алса да, қала халқын үздіксіз ауыз су және азық-түлікпен қамтамасыз ететін қауқары болған. Сауранның 7 қабат дуалы болған және оны айналдырып тереңдігі 3 метр, ал ені 20 метр ор қазылған. Әбден мұқалып, шөгіп кеткен қорғаны биіктігінің өзі 3-6 метр болса, кезіндегі қорғанның биіктігін елестете беріңіз. Сауранның аумағы 44 гектар. Су құбырларының жалпы ұзындығы 7 шақырым болған. Тарихи деректерден бізге жеткен ерекше ғимараты, шайқалмалы мұнаралары бар медресе. Теңдессіз тербелмелі мұнара 19 ғасырдың ортасына дейін сақталған. Мұнараның тербелуін ішіндегі адам ғана емес, алыстан келе жатқан жолаушы да көре алатын болған. Қазақ хандығының құрамына Сауран толығымен 16 ғасырдың соңында өткен.